Сәлеметсіздер ме? Индиго арқылы баламызды балабақшаға кезекке қою үшін ең бірінші жеке кабинетімізге кіріп, иінімізді жазып, содан кейін паролімізді теріп, ары қарай өту дегенді басып, үстінде «Встать в очередь» деген бар, яғни кезекке қою деген үшінші тұр. Соны басып өтеміз. Мінекей, қатарда үшінші тұр. Содан кейін оқимыз, барлығын түсінгеннен кейін оқыдық деп белгілеп, келісеміз деп «Встать в общеобразовательную очередь» деп бірінші тұрғанды басамыз. 5 қадам шығады. Ең бірінші өзіңіздің телефоныңызға еді24.kz дегенді жүктеп аласыз. Жүктегеннен кейін сол еді24.kz-ке өз нөміріңізді тіркейсіз. Осы жерге сол нөмірді жазасыз, «Отправить код подтверждения» деп басасыз. Яғни сізге код келеді, соны жазу арқылы ары қарай өтесіз. Осы кезде барлық ата-ананың және баланың сонымен қоса тұрған жері, мекенжайы барлығын дұрыстап жазып өтесіз. Келесі қадам льгот жайында. Бастапқы төртеуі автоматты түрде шығады, егер льгот болатын жағдайда. Мұнда мысалы «Отсутствует льгота», яғни льгот жоқ деген сөз. Келесі, яғни ерекше күтімді қажет ететін балалар болса, немесе әскери қызметкер ата-анасының біреуі, немесе педагог, егер мүмкіндігі шектеулі бала асыраушы болса, онда файлды тіркеу деп, сол файлды таңдап, осы жерге добавить етеді. Келесі төртінші қадам. Сізге хабарлама қалай келсін, почтаңызға ма, немесе SMS арқылы ма. Содан кейін тілді таңдайсыз. Барлығын түсіндім, келісемін деп басып, ары қарай өтесіз. Түгел ақпаратты тексереді. Болды. Осылайдан өзіңіздің балаңызды тіркейсіз. Сәттілік барлықтарыңызға. Егер пайдалы ақпарат болса, лайк басып, коммент жазып өте кетіңіз. Және тіркелуді ұмытпаңыз.